Номері 67 гимназия 2019 жылдан бастап ШЕР жобасын өз тәжірибесіне енгізіп келе жатыр. 2024-2025 оқу жылында ШЕР жобасының перспективасы бойынша негізгі топ кездесу жасап, ШЕР жобасының форматын мұғалімдерге теориялық және практикалық қолдау көрсету мақсатында кездесу жасадық. Нәтижесінде бірінші тоқсанда білім сапасы төмен көрсеткіш көрсеткен сыныптардан зерттеу топтарын құрып, пән мұғалімдерінен зерттеу тобын құрдық. Ұжымда 169 мұғалім бар, 85 мұғалімнен 17 зерттеу тобы құрылып, тізбектелген зерттеу сабақтарын өткіздік. Зерттеу топтары мен кездесулердің басым бөлігін оқу мен оқытудағы проблемаларға қатысты ақпараттарды беруге тырыстық. Жыл бойы тізбектелген зерттеу сабақтарын өткіздік, бірақ әр зерттеу сабағын әр пән мұғалімі жүргізгендіктен сабақтар арасындағы сабақтастықты көре алмадық, бірізділік, жүйелілік болмады. Сондықтан сабақтар арасындағы сабақтастықты байқау үшін бізге әдебиеттерге шолу жасау қажет болды. Әдебиеттерге шолуда орта мерзімді жоспардың маңыздылығын түсіндік. Орта мерзімді жоспарға негіздеп, қысқа мерзімді жоспарды даярладық. Қорытындылай келе, зерттеу тобындағы мұғалімдердің бірлесе жоспарлауы, бірлесе талқылауы, сабақты бақылауы дағдыға айналды. Бір сабақта қолданылған жақсы әдіс-тәсілдер, стратегиялар басқа да әріптестерден сабағында көрініс таба бастады. Ең бастысы, мектеп әкімшілігінің қолдауы мұғалімдерге зерттеуге деген ынтасын арттырды. Алдағы жоспар біз үшін әлі де ұжымдағы 84 мұғалімді зерттеуге қамту ойландырады. Стратегиялық бағдарламада көрсетілген сапалы оқу мен оқытуға байланысты көзқарас мектептің әлі де өмірінде сабақтарымыздан көрініс таппауы. Біз келесі жоспарымызды осыған негіздейміз.